Радиоинженер мамандығын игерген Азиз Дантаев алдағы 10 жылда Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінде еңбек етеді. Оның міндеті ұшақтардың техникалық жағдайын тексеріп, аман-есен жерге қонуына жауап беру. Негізі отанды қорғау әрбір азаматтың қасиетті борышы деп ойлаймын. Әскери антымызға адал болып, ел басшысына және мемлекетіміздің ең асыл қазынасы болып табылатын халқымызға аянбай қызмет етеміз. Түлектердің диплом алу рәсіміне Қазақстанның түкпір-түкпірінен ата-аналары, туыстары келді. Ақтөбедегі әскери институтта еліміздің барлық өңірлерін айтпағанда Қырғызстаннан, Тәжікстаннан да келіп білім алған жастар бар. Мен Жаркент қаласынан келіп отырмын. Осы жерде Ақтөбе қаласында 4 жыл бойы ұлым Бауыржан оқып бітіріп жатыр. Жақсы оқып шықты. Енді лейтенант деген несін алып, атағын алып, енді Ақтау қаласына жұмысқа жіберіліп жатыр. Асанқанов Ерлан Халелұлы. Ерланға өмірдегі барлық жақсы тілеймін. Бүгінгі аттағалы тұрған қадамы құтты болсын. Еліміздің қалаулы, елеулі ұлы болсын. Елін қорғай білетін азаматтардың қатарында қосылсын деймін. Әрқашан тек биік шыңдарда көріне берсін. Өзінің папасы сияқты елінің ер азаматы болсын деймін. Еске салсақ, Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институты 2016 жылы жаңа мамандықты қосты. Қазір мұнда әскери дәрігерлер дайындалады. Венера Серғазина, Жанаділ Сағиев, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.